Сәлеметсіздер ма, құрметті көрермендер. Бүгін маған осындай ақшақарменен Аяз-атаның киімінен заказ алдым. Ақшақардың киімін тігіп бітірдім. Мынау басына былай байлай салатын ақшақардың тәжісі. Мына жеріне осылай дөңгелектеп алып, кәдімгідей тура жайдақ материалдан осылай пішіп алып, тігесіздер ешбір қиындығы жоқ. Екі ұшына мына байлайтын бауын салып қойдым. Көйлегінің екі жақ жеңіне осылай ақ шелтерден салып, алдына осылай салып, міне мен бітірдім. Осы көйлегін. Енді Аяз-атаның киімдерінің шетіне ақты қалай тігіледі, мен осыдан сіздерге кішкене көрсетіп өте салайын. Мынау плюш материалдан осындай қылып мен ленталарды қиып алдым. Осы плюшті мына қызылдан пішіп тігіп жатырмын. Менен шалбары менен, жейдесі менен үстінен Сантаның киімі. Санта Клаустың киімі. Енді осының шетіне мына ақты қалай салынатынын сіздерге кішкене көрсетіп өтейін. Мына шалбарының балағын кәдімгідей осылай өлчеп, мынаны біркелкі қылып осылай қиып аламыз да. Үшті бөлчеп қиып аламыздағы, осыны айландырып сатып шығамыз. Осы ақ материалды осылай тігіп алғаннан кейін, енді мына бүйтіп сыртына қайырылып тұратынын байқай отырып, осыны үш жағынан мынаның ішінен салып, ақ жағынан келтіріп тігеміз. Сыртына қарай қайырылып тұру үшін. Енді осы салып алған ағымызды бұлай сыртына қарай қайырып, осылай тігіп шығамыз. Екі балағына, екі жеңнің үшіне, осылай барлығын ешбір көп қиындығы жоқ. Міне, ұстып қайырып, мына шетін бүйтіп тігеміз. Сонда бізге осылай әдемі болып шығады. Осылай шетін аздап қайырып тігіп шығамыз. Ішіне қарай бұрысып қалмауын жақсылап қадағалап отырыңыздар. Міне жаңағы нелердің барлығын бұлай осылай тігіп шықтым. Үшінен бір қайта тігіп алып, ешқандай ішінде тігісі де болмайды, өте жаттық болады. Екі жағынан кезек, екі шалбарын
мына киімдердің барлығын осылай тігіп шықтым. Өте әдемі көрініп тұрады кішкентай балаларға. Енді бұны қара белбеуменен осыны тапсырыс беруші де разы болады деп ойлаймын. Менің осы тіккенім сіздерге ұнап жатса, лайк басып, қолдап, каналыма тіркеліп отырыңыздар. Міне осылай тігіп бітірдім. Өте әдемі болып келді. Мынау 3 жастың баласына деп заказ берген. Күйдегі де жақсы болып шықты. Міне осындай басына байлайтын тәжіменен барлығын тігіп бітірдім. Сіздерге рахмет.